Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым, армысыздар алталаш, алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Бүгін сіздерге тікелей эфирімізді ұсынып отырмыз. Бүгінгі тікелей эфиріміздегі басты мазмұндар мыналар. Трамп Путинді тығырыққа тіреді. Ақ үй ресми түрде Орыс пен Украина ортасындағы келіссөздік қызметінен Америка шегініп шығатынын ашық жариялады. Енді Ресей Украина тараппенен Американың жарастырушы сипаттағы келіссөздері болмайды. Өздеріңізге белгілі болғандай, Американың арнайы келіссөз өкілдері Сауд Арабияға барып, Ресей тараптың өкілдеріменен келіссөздер жүргізіп жатқан. Және Трамптың арнайы жіберген өкілі Мәскеуге барып, Путин менен және оның адамдарымен келіссөз жүргізіп жатқан. Жұрттың барлығы бұны Трамптың ресейшілдігі, Трамп Путиннің шпионы болғандықтан Путинге өстіп жалбақтайды деп неше түрлі болжал айтқан. Американың солшыл демократтар медиасы менен Ресейдің медиасы жерден жеті қоян тапқандай болып, Трампты Путиннің адамы деп дәріптеген. Өздеріңізге білесіздер, 80-90% қазақ тілді медиадағы жазармандар менен ауыл үйдің айтқыштарының барлығы Трамп Путиннің шпионы деген. Енді сол аталмыш Путиннің шпионы Путиннің аузынан қайтып кетті. Бұл қазақ тілді аудиторияда анау Мұсайыбыма біреуі Еуропада қашып жүрген кезіндегі Назарбаевтың командасының өзі анау Американың ақ үйінде отырған Трампты Ресей КГБ-сына қызмет жасайтын адам деп бір ақпаратты жариялап, одан оны қазақ тілді аудитория іліп алып кетіп, ойбай, енді сөздің шыны керек, адам ұялатын оқиға болды. Осы көп көрін біз сыйлап жүрген мынау қалай дейтін адамдар, ойбай, ол деген Путиннің шпионы деп. Бұның барлығы айналып келген кезде Путинді құдай жасау, Ресей КГБ-сын құдай жасау, және қазақтың қанына сіңіп қалған Стокгольм синдромы, өзін қорлаған, езген, өмір бойы көзіне шұқып, тілін жаңа көгертпей, көктетпей, қалқын қынадай қырған орысты шексіз супер пауэр иесі, күш иесі, қуат иесі, тіпті құдіреті күшті құдайдың аржақ бер жағында образдап санасына, түп санасына анау көлеңкелі түйсігінің өзіне сіңіріп алғандықтан Путиннің қолынан, Ресей КГБ-сінің қолынан бәрі келеді. Қараңғы түнде, қаратастың үстінде жорғалаған қара құмырсқаның ізін білуші құдірет иесі деп сезініп кеткен Стокгольм синдромымен ауыратындардың ісі екендігін осы жолы бүкіл дүние жүзі білгендей болды. Ақылды адам қателігін бірден мойындайды, бірақ ақымақ топастар әлі де сол өзінің бір көріп қалған, жармасып қалған, дәлелі жоқ, негізі жоқ нәрсеге жармасып қалады. Енді осы жолы Трамп бүкіл дүниенің аузын тағы былай аңқайды. Біріншісі, Путин егер соғысты тоқтатпайтын болса, онда біз Украинаға көмектесеміз деді. Бұл Трамптың Путинге қаратып айтқан ең ауыр, ең қатаң соққысы болды. Бұл бірінші. Екіншіден, біз Украинаға деді, қазірге дейін оның қолында бар заттардан да жақсы заттар береміз деді. Яғни ол қару. Біз оның қолында бар, бірақ әлі күнге дейін ол қол жеткізе алмаған жақсы заттарды береміз деп ашығын айтты. Бұл деген сөз Украинаның әуе кеңістігін қорғайтын Патриот 3 әуе кеңістік қорғау кешені жетіспейді. Міне бірден сол, және оның тағы да басқа дрон, немесе F-16 ұшақтары, тағы басқа алыс қашықтыққа ұшатын зымырандар, тағы басқа технология, немесе артиллериялық жүйесі. Енді қазір қарап отыратын болсаң, Украина өте көп нәрсеге қол жеткізе алмай жүрді. Әсіресе оның Ресейдің зымырандарынан, қанатты зымырандарынан қорғанатын әуе қорғаныс жүйесі кемшін соғып отырды. Міне енді қарасаңыз, Украинаның көктен тілегенін жерден беріп отыр. Және бір 50 миллион доллар тұратын әскери көмек пакетін бірден жариялады. Бұл әскери көмек 50 миллион долларлық, жұрттың бәрі оның не екендігін мөлшерлеп те отыр. Ол бірден сол әуеден қорғанатын жүйе, яғни радарлық жүйе. Аспанға қарап барлап отырады,
мына жақтан дрон ұшып келе жатқанда локациясының орнын есептеп шығарады да, тура соны әуенің қай кеңістігінде математикадағы x, y, z координаттары бойынша, яғни x, y бойынша, y бойынша, биіктігі бойынша, z оның жер шарының жаңағы гравитациялық жүйесі бойынша есептегенде қай аралықта екендігін бәрін есептеп, үш нүктенің түйіліскен жерінде зымыранмен алдынан қақшекеден атып түсіретін, яғни оны нысанаға тигізбей әуеде жарып жіберетін жүйе деген сөз. Енді қазір Конгресте Американың зор көлемдегі Украинаға әскери көмектің екінші пакеті дайындалып жатыр. Және бірақ бұл жарияланып қойылды. Енді бұл жердегі әңгіме кейбір сарапшылардың, әсіресе кеше мен бір оқып қалған Жапонияның бір сарапшыларының жазуына қарағанда, алдыңғы жолы Ақ үйде Зеленский мен Трамптың шармаяқтасып қалуы, ренжісіп қалуы ресми түрде екі тарап алдын ала келісілген әртістік шоу деп отыр. Шындығы бір жаратушыға аян. Егер Америка менен Украина тарап ертең соғыс аяқтағаннан кейін бұл шынында шоу болса, өздерінің алдын ала келіскен шоулар осылай екендігін білдірген болса, айтқан болса, онда бүкіл дүние шынында таңырқайтындай ғана сұмдық іс болып алды. Енді бір айтады. Немесе алдын ала келіскен дейді. Біз осындай бір ренжісіп тарасқандай жағдай жасаймыз, бір нәрселерді айтамыз, сосын ары қарай ренжісеміз, сен соған дайындал деген бір ескерту берілді дейді. Мысалы, Владимир Зеленский ол әртіс, кәдімгі ол күлдіргі әртіс, сахнада жүрген. Енді бұндай мазмұндағы ескертуді алғаннан кейін ол әрине J.D. Vance сөйлесе де Трамптың орынбасары оған да шап етіп, Трамп сөйлесе оған да шап етіп, тіпті бір-бірінің сөзінің аяғын күтпей бір-бірімен айғайласып қалып тарасқан болады. Бұлай қарап отырсаң, бұл да шындыққа сай сияқты. Мейлі қалай болса олай болсын, Трамп сөйтіп Зеленский менен ренжіскен сипат байқатып, алдына бейне біз сеніменен келісімге отырайық деп, арнайы Сауди Арабияның жарастыруында Саудияда келіссөз жүргізетін команда жіберіп, арнайы ерекше өкілді Мәскеуге жіберіп, сөйтіп бұлар анау Путиннің соңғы шын мәндегі ындының арманын байқады дейді. Бұл келіссөздерде Путин енді сөздің шыны шалқайған дейді. Атам шобы шапқан сайын өрлейді дегендей, Путин өзінің сасық саяси амбициясын, арманын бұл арада бүкпесіз айтты дейді. Путиннің командасы, Ресейдің командасы Трамптың Мәскеуге барған ерекше өкіліне де, Сауди Арабияға барған келіссөз командасына да әлгі жерде Ресейдің нені күтетіндігін, нені армандайтынын, дүниенің қай жерінде қандай мақсаттары бар, не нәрсені сызып алғысы келетіндігін ашық айтты дейді. Енді бұл сөздер рас болатын болса, Трамп бұл келіссөздер арқылы Ресейдің ындынын, түпкі мақсатын, арманын білді дейді. Яғни бұл шоу Ресейдің шындығын білуге, арғы құпия жоспарларын білуге бағытталған дейді. Демек, Трамп Ресейге жақтас сияқты болды. Ресейменен ниеттес сияқты болды. Немесе қайта-қайта мен Путин мырзаны құрметтеймін. Путин мені құрметтейді. Егер 2014 жылы Обаманың орнында мен болғанда Қырым болмас еді. Бұл Қырым менің мәселем емес. Оны Обама мен Байденнен сұраңдар деп. Бұл арада ол үнемі Путинге жағатын сөздер айтып келді. Тіпті осы сөз үшін оны кейбір жақтастары да сынады. Тіпті ел айтты, бұл диктаторларды жақсы көреді. Бұл Ши Цзиньпинді мақтайды. Ойбай, бұл Кимді мақтайды. Кимнің алдына өзі барып, Солтүстік Корея мен Оңтүстік Кореяның ортасында 38-ші параллельде кезікті. Ой, бұл өзі диктатор болғысы келеді. Бұның санасында диктаторларға деген табынатын бір сондай синдром бар деп тұрып жазды. Енді әйтеу айтқысы келетін елдің бәрі айтып, мынау бүкіл бір Америкада 360 миллион халықтың тең жартысынан астамы дауыс бере алатынның тең жартысынан астамы дауыс беріп, сен осы елді дұрыстайсың деп дауыс берген адамды анау Кремльдің қуысында, үңгірінде, тышқанның інінде жатып алып, дүниені лаңғада қылып жатқан ана қортық Путиннің шпионы дегенде, мына отырған біз күйіп кеттік қой, сөздің шыны керек. Бұл
Трампты Путиннің шпионы дейтіндер орысқа табынып кеткен, орысты құдай көріп кеткен, орыс шексіз билік иесі, шексіз құдірет иесі дейтін, өзі тікке орыс құл болмаса да, орысты жек көретін кейбіреулердің өзі ана көлеңкелі санасында, ана санасының ар жағында, түп санасында жатқан Стокгольм синдромы дейтін психологиялық ауытқу ауруыменен ауыратындар. Орысты шексіз құдірет иесі деп табынып кеткендердің барлығында осы диагноз бар. Бұл диагноз Қытайды шексіз құдірет иесі деп табынатын қытайшылдардың ішінде де бар. Олар да Стокгольм синдромымен ауырады. Өздері білмейді. Жаңағы орысты шексіз құдірет иесі дейтіндерде де Стокгольм синдромы бар. Міне осыдан ақ біле біліңіздер, қазіргі дүниедегі жағдай қандай шұғыл, тіпті ең керемет театрдан да арман театр болып тұр. Мына дүние шын мәнінде таңғажайып сахна болып тұр. Бұл бірінші әңгіме. Екінші әңгіме. Путин енді не істерін білмей қалды. Украина менен Американың жер асты байлықтарын игеру келісімі, Украина мен Американың Украинаны қайта гүлдендіру келісім шартына қол қою. Әрине жаңағы Трампты жамандап алған адамдар енді осы келісімнің өзінде де Трампты жамандай кеткісі келеді. Бұл Зеленскийдің мықтылығынан қол қойылды. Зеленский міне Ақ үйде оның жағасынан алып шармаяқтасып, тіпті ол көмегіңді бермесең берме деп тұрып, сөйтіп жүріп қол қойғызды дейді. Зеленский Трампқа мұқтаж ба, Трамп Зеленскийге мұқтаж ба? Егер бұл арада Трамп қолыңды қоймаймын да құрысаң құру десе, айта алатын адам. Оның адуындығы, оның күліп отырып жаңағы адамдармен болған қарым-қатынасты 180 өзгеретіндігі, оның құбылмалы мінезі, оның келесі де қандай қадам басатын адамдар білмейтіндігі, оның жаңағы қолында қандай карта барын көрсетпей отырып ойнайтын оның ойыншылдығы, ол Трампты ешкім түсіну қиын, оны адам түсіну қиын. Ол жаңағы жұрттың бәрі білетін, ұзақ жыл саясаттың сары сабанын таусаған мынау кәрі саясаткерлерден оның бөлектігі де осы. Енді қараңыздар. Трамп бұл арада Украинамен келісім шартқа отырды. Жаңа келісім шартта орыс тілді медиалардың мына Твиттердегі кейбір тапсыршыларын кеше бір ара-тұра бір шолып қалдым да. Сонда былай түсіндіріп жатыр екен. Украина бітті, егемендігінен айырылды. Украинаның ол Америкамен отырған келісім шарты бойынша бітті. Енді Украинаның бүкіл байлығы Американікі, о деп жазып жатыр екен. Ондай әңгіме жоқ. Украинаның сирек кезгетін жер элементтерін қазу құқы Американың қолында болады. Ал Америка кейбір байлықтарды өзі қазбағанда, Украина оны басқа елдерге қаздырам десе, бірақ Америкамен ақылдасуға тиіс. Яғни Украинаның еркіндігі бар. Бар болғаны Америкамен ақылдасу тиіс. Бұл бір. Екіншіден, Орыс-Украина соғысы кезінде Ресейге қолдау көрсеткен, Ресеймен қатынасы жақсы болған елдердің ешқайсысы Украинаны қайта гүлдендіру, соғыстан кейінгі Украинаны дамыту жобасына кірісе алмайды деген бап. Бұл бап анықтан анық Қытайды және Ресейге бүйрегі бұратын кейбір елдерді. Ең басында Қытай тұр. Осы Украинаны соғыстан кейінгі гүлдендіретін алтын уақыттан шегіндіріп шығады. Бұл барлықтарыңызға белгілі. Соғыс аяқтап қайтадан гүлдену жолына түскен мемлекетте барлық нәрсе нөлден басталады. Яғни стартап нөлден басталады. Ондай мемлекетте сіз егер газ құбырын салатын жобаны алсаңыз, онда сіздің бәсекелесіңіз жоқ. Ондай елде сіз телекоммуникация кабелін жатқызатын жобаны алсаңыз, бітті, сіз монополсыз. Сізді тек қана табыс күтіп тұр. Ондай елде сіз тағы мынандай бір құрылыс жобасын көтеруге алсаңыз, болды. Сіздікі таптаза табыс. Яғни бұндай жаңағы нөлден басталатын стартап елдеріндегі бұндай жүйе өте
экономикада, саясатта пайда береді. Мысалы, саясатта өзінің ықпалын арттырғысы келетін елдердің барлығы бұндай жерге кіргісі келеді. Енді қызық болғанда, Трамптың осы бапты қосқызуы Қытайға да және кейбір Ресейге бүйрегі бұратын елдерге де сендердің ендігі Украинамен қатыстарың жоқ деген сөз. Бұл Трамптың Қытайға ұрған қатты соққысы деп айтуға болады. Екінші бір тұрғыдан қарағанда, Ресейге ара-тұра бұлталақтап тұрған Ердоғанға берілген ескерту. Қара теңізде ортақ мүддесі бар Ердоған Украинаға да қаруын сатып, Ресейге де тиым салынған заттарды сатып, бірнеше компания санкцияға ұшырағанына қарамай, үнемі Ресей Қытайдан алатын, жаңағы Ресей Еуропа Америкадан ала алмаған заттарды ресми, бейресми түрде Түркиядан алып отырды. Ал Түркия экономикалық дағдарыстан қатты қиналған кезінде Ресейдің Путиннің ақшасыменен біраз өзінің жоғын толықтырып, жыртығын жамап, кетігін толтырып отырды. Енді бұл да бейресми түрде Түркияға ескерту, ресми түрде Қытайға ескерту. Ал Украина Трамптың идеясын, ойының барын түсінді. Міне, Украина ресми түрде Орыс-Украин соғысына қатысқан қытайлардың бүкіл архивін Америкаға өткізіп берді. Тұтқындалған қытайлардың жаңағы саны қазір 2 болғанмен, украиндардың айтуынша бірнеше жүз Қытай бар екен. Демек, бұл бірнеше жүз Қытайдың паспорты, құжаты берілді дейді. Бейресми деректер бойынша орыстардың құрамында соғысып жүрген, өздерін Дыба деген өтірік орыс құжатымен, Яқут Сақа болып алған, жаңағы шамалы орысша білетін Қытайлардың саны бірнеше мың деген бейресми ақпарат дерек көзі бар. Яғни Қытай өзінің әскерін ресми түрде майдан көрсін, өрт көрсін, соғыс көрсін деп майданға жіберіп қойды дейді. Яғни Қытай енді алдағы кездікте зор көлемде орысқа көмектесуге дайында тұр дейді. Бірақ Зеленский осығанға дейін ашық түрде Қытайды сынай алмаған Зеленский тура Трамппенен келіссөздің аржақ бер жағында Қытайды тығырыққа тіреп, оның соғысқа қатынасқандығын әлем алдында масқаралап, оның осы уақытқа дейін бейбітшіліктің жақтаушысы, соғысты тоқтатуға тырысушы, өз тарапынан Пекин мәмілесі дейтін мәміле жариялап, жаңағы орыстар осы жерде қала берсін, сендер айтыңдер, бүйтіңдер дейтін бұл Қытай тіпті әуелі Украинаның өте көптеген көмегін алып отырғанына қарамастан, Украинамен екі жақта сауда, Украинаның бидайы, Украинаның анау-мынау советтен қалған кеме технологиясы, зымыран технологиясының бәрін Украинадан алып отырғанына қарамастан, Қытайлар осындай аса үлкен арсыздыққа барып еді. Енді міне Украина ашық анти-қытайлық жолға түскенде Трамппен екі жақ келісімге тарс етті де отыра қалды. Бұл келісімде мына орыс тілді медиаларда,